Қайырлы күн достар, біз бүгін өте жұмсақ пицца әзірлейтін боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер 300 грамм ұн, 1 ас қасық дрож, 2 ас қасық күнбағыс майы және 1 ас қасық шекер, жарты қасық тұз және керегінше суды пайдаланамыз. Ең алдымен иленгіштен ұнды өткізіп аламыз. Содан кейін қалған ингредиенттердің барлығын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне достар, біздің тестіміз осындай болып шығуы қажет, қолға жабыспайтындай. Енді бұны пищевая пленкамен немесе басқа ыдыспен бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып, көтерілгенше қоясыздар. Дайын болғаннан кейін, яғни көтерілгеннен кейін, пиццаны әзірлей берулеріңізге болады. Және де пиццада негізгі ингредиенттердің бірі ол колбаса және сыр болып табылады. Сырды әдеттегідей үкіштен өткізіп аламыз. Колбасамызды турап, помидорымызды турап аламыз. Содан кейін пиццаның оформлениесіне кірісе берулеріңізге болады. Енді достар, біз соус дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін майонез, томат және красный перец өздеріңіздің қалауларыңызша салуларыңызға болады. Маған пиццаның ащы болғаны ұнайды, сондықтан мен красный перец саламын. Дайындалған тестіден бізде 2 пицца шығады. Осылай 2 бөлікке бөліп, дөңгелек қылып илеп аламыз. Енді достар, дайын болған соусты тесттің бетіне жағып аламыз. Содан кейін үкіштен өткізілген сырды әрбір жеріне сеуіп тастаймыз. Бетіне колбаса және помидорын орын-орнымен қойып, духовкада 180 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пиццамыз дайын болды. Ас болсын. Дайындап көріңіз, өте оңай әрі жылдам. Сау болыңыздар.